Сіздерге міне дайындап қойдық, алдын ала морозилькеге қатырып, үлгермей жатқандықтан, сұраныс көп болып жатқандықтан басында енді свежий апардық қой. Клиент аз болғаннан кейін уже свежий болды. Қазір енді алдын ала сойып, сіздерге үлгермей жатқандықтан көп қып сойып, міне күнделікті көп қып соямыз да, міне морозилькеге саламыз, шетінен алып сіздерге кешкісін доставкаға жеткізіп жатырмын ағайын. Міне морозилькеге былай қойып қойсам сасып кетеді ғой ағайын. Сондықтан міне морозилькеге қойып, кез келген уақытта ала бересіздер. Свежий тауықтар мінекей кешегі сойылған, бүгінгі сойылған салып жатырмыз. Біз күнде тауық соямыз, доставка күнделікті бізде. Мінекей қай уақытта звондасаңыздар да тауық менде бар. 2 тауықтан жоғары доставка тегін ағайын. Одан кейін қаздың майы бар. Міне бір пакет қаздың майы бар. Тағы бір пакет бар. Менің 500 қазымның майы ағайын. Қаз жоқ менде, сатылып кетті. Қаздың сезоны бітті. Енді майы бар, қаздың майы бар. Алам десеңіздер 100 граммнан салып қойдым. Міне осы. Ал мына не? Мыналар Алматыға заказға кетіп бара жатыр. Мына тауықтар Алматыға. Алматыда да сұраныс көп. Одан кейін ертең Астанаға жібереміз. Астанаға енді бұл машинамен барады. Такси жіберіпті клиентіміз, таксимен өздері апарып береді. Мінекей 2 тауықтан жоғары доставка тегін, тек қана Талдықорған қаласына. Қалған қалаға менде доставка жоқ. Өздері осылай машина жіберіп өстіп ала алады. Мінекей еті жұмсақ, өте дәмді, сорпасы балдай менің тауықтарым ағайын. Қай уақытта звондасаңыздар да менде әрдайым тауық болады. Мінекей күнделікті тауықты сойып жатырмыз. Міне осылай қатырып жібермесем, әйтпесе олар сасып кетеді. Сондықтан бұзылып кетеді еті. Сондықтан міне осылай қатырып Алматыға жіберіп жатырмыз ағайын.